Сәлеметсіздер ме, құрметті менің каналымның көрермендері. Оқушылардың жобалық және зерттеу қызметі атты авторлық курсымның негізінде электронды оқулықты дайындап шығардым. Таныс болыңыздар. Электронды оқулықтың ішінде білім алушыларға, мектеп оқушыларына ғылыми жобаны қалай жазамыз, теориялық негіздемесі қандай болуы қажет, практикалық бөлімінде қандай мәселелер айтылады, жалпы техникалық тұрғыдан қалай рәсімделеді, қандай тұжырым жасауға болады, ұсыныстар қандай болады, дерек көздерді қалай пайдаланамыз, библиографиялық көрсеткіштермен қалай жұмыс жасаймыз, ғылыми зерттеу күнделігін қалай толтырамыз, осы жөнінде әдістемелік кеңес берілді. Және осы арада менің YouTube каналымда жүктелген ғылыми жобаны жазудың және қорғаудың талаптары стандартына сай мәліметтерге тікелей сілтеме арқылы өте аласыздар. Электронды оқулықты жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Менің каналымның тұрақты тіркелушісі болсаңыз, көптеген жаңалықтарға мезгілінде құлағдар болып отырасыздар. Сау саламатта болыңыздар. Каналымда кездескенше.